Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз көрнекті тұлға, қазақ анимациясының негізін қалаушы Әмен Қайдаров туралы әңгімелесетін боламыз. Ол 1923 жылы 3 маусымда Қарағанды облысында дүниеге келген. Мектеп бітірмей жатып, Әмен аға өз еркімен майданға аттанады. Ол радист және байланысшы болды. Соғыс біткен соң Әмен Әбжанұлы Алматыға оралды. 1946 жылы Алматы көркемсурет училищесіне оқуға түседі. Диплом алғаннан кейін Сталин жолы журналының көркемдік редакторы болып жұмысқа орналасады. Мұнда ол бірнеше жыл жұмыс істеді. Кейіннен Әмен аға мамандығын өзгертуге бел буып, 1958 жылы ВГИК-тің өнер бөліміне оқуға түседі. Оқуды тәмамдаған шебер туған жеріне оралып, Қазақфильм киностудиясына анимациялық фильмдердің суретшісі және режиссері болып жұмысқа орналасады. Көп ұзамай Әмен Қайдаровтың есімі қазақ ұлттық мультипликациясының негізін қалаушы ретінде киноөнер тарихына енді. Әмен Әбжанұлы салған суреттеріме жан бітіп, олардың қазақша тіл қатуы үшін мен осы мамандықты таңдадым деген екен. 1967 жылы Қарлығаштың құйрығы неге айыр атты тұңғыш қазақ мультфильмі шықты. Бұл Әмен Әбжанұлының режиссерлік дебюті еді. Картина әлемнің 48 елін шарлады. Аталған таспа Ленинградта өткен 3-ші бүкіл одақтық кинофестивальде марапатталды. Ал 1975 жылы Нью-Йоркте өткен халықаралық мультфильмдер фестивалінде қола Проксиноскоп жүлдесін жеңіп алып, Уолт Диснейдің отанында мультипликация сүйер қауымды тәнті етті. Балалар Проксиноскоп бұл қозғалмалы сызбаларды көрсетуге арналған оптикалық құрылғы. Ақсақ құлан, құйыршық, қожанасыр құрылысшы, күн сәулесінен пайда болған көжек, қырық өтірік және тағы басқа шығармалары да қазақ анимациясының тарихында ерекше орын алды.
Әмен Хайдаров отандық анимацияның дамуы жолында көп еңбек етті. Ол тіпті 1976 жылы Алматы қаласында әлемдік кино тарихында тұңғыш рет Азия, Африка және Латын Америкасы аниматорларының халықаралық симпозиумын өткізу туралы бастама көтергендердің бірі болды. Әмен Әбжанұлы керемет суретші болған. Оның қылқаламынан Оқжетпес, Жеке Батыр, Бурабай көлінде, Абай жерінде және басқа да көркем туындылар дүниеге келді. Әмен Хайдаров 40-қа жуық саяси плакаттардың авторы. Әмен Хайдаров бірнеше жыл Қазақстан суретшілер одағын басқарды. Қазақстан кинематографистер одағының хатшысы болды. 1993 жылы Әмен Хайдаров Темірбек Жүргенов атында Қазақ ұлттық өнер академиясында мультипликация шеберханасын ашты. 2007 жылы Әмен Хайдаровқа экран шебері атағы берілді. Әмен Әбжанұлының достары мен әріптестері. Ол өте дарынды, өте қабілетті жан болған. Шығармашылық жолында аянбай тер төкті. Ол біздің кинода жаңа жанр ойлап тапқан адам деп ерекше ықыласпен еске алады. Қарлығаштың құйрығы неге айыр атты алғашқы туындысы сәтті шыққаннан кейін ол үнемі мұнымен тоқтап қалуға болмайды дегенді айтатын. Оның арманы отандық анимацияны халықаралық деңгейге шығару болды. Әмен Әбжанұлы ниет білдіргендердің бәріне осы кәсіпті меңгеруге көмектесті. Ол кісі студияға аниматор ретінде әкелген жандардың өзі қазір мықты мамандар мен лауреаттар. Ал профессор ретінде академияда оқытқан шәкірттері қазір еліміздің шығармашылық университеттерінде студенттерге анимация негіздерінен сабақ беріп жүр. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет.